Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Зе Құлымбет. Бүгін бір ерекше видео болайын деп жатыр. Әрине Telegram бот, как раз заголовты қараған шығарсыздар. Бүгін Telegram ботта өкінішке орай жақсы жаңалық емес, кішкене екі жаман жаңалығым бар. Как раз соны сіздерге көрсеткім келеді, бірақ жақсы жаңалық тоже бар. Так, давайте көп сөйлемей қояйық. Егер каналға тіркелмесеңіз тіркеліңіз, лайктарыңызды басыңыз, комментарийға сұрақтарыңызды жазыңыз. Бұл видеоның топқа кетуіне көмектеседі. Одан кейін қазір сіздерге бәрін анығымен, қанығымен түсіндіріп беремін. Так что видеоны жалғастырайық. Достар, егер менің Telegram каналыма дәл тіркелмеген болсаңыздар, онда тіркеліп отырыңыздар. Зе Құлымбет блог. Бұл жерде тек қана актуалды информациялар шығып отырады. Былай айтқанда YouTube'қа шықпайтын көп заттардың бәрі, көп информацияның бәрі осы Telegram каналға шығып отырады. Сол себепті тіркеліп қойыңыздар. Қазір сіздерге өзімнің Зе Құлымбет маны деген каналымды көрсетейін. Бұл каналында көбінесе Telegram боттар шығып отырады. Новый ботты шығару үшін новый пост шығара бермей, бәрі максималды түрде комфортно алып жасап жатырмын. Мысалы, кішкене төмен түссеңіздер, так, мына жерде так, мынау емес. Міне, ақша төлейтін топ боттар. Осы жерге мен ақша төлейтін топ боттарды тізімдерін шығарып отырамын. Мына жерде көріп отырсыздар, номер 6-шы, номер 7-ші бот плюс новый деп тұр. То есть мен бүгін ғана қостым, бағана видеоның алдында осы боттарды қостым. Новый боттар қосқан кезде мен плюс новый деп жазып қоямын, чтобы сіздер білетін боласыздар. Так, абзал осы новый бот қосыпты ғой деген секілді. Вот сол себепті мен новый боттарды просто астына новый пост ретінде шығарсам болатын еді, бірақ ол кезде уже каша малаша болып кетті. То есть новый бот шыққан сайын пост шыға береді, түсінбейсіздер, қанша бот, вообще не бот деген секілді. Вот сол себепті сіздерге ыңғайлы болу үшін бәрін реттеп отырдым. Мысалы, мына жерде заданияға ақша беретін боттардың тізімдері 7 бот. Любой ботқа кіріп задания орындасаңыздар болады. Көбінесе рубльмен төлейді бәрі. Астында мысалы рефке көп ақша береді. Бұл типа андай, қалай айтсам екен, рефералка бір адам шақырдыңыз, бір адамға білмеймін, нормально сумма береді, кейбіреулер доллармен береді, кейбіреулер рубльмен береді, бірақ нормальный сумма. Там 10 уровень бар, то есть сіз бір адам шақырдыңыз, ол там өзінің астынан 10 адам шақырды, сол 10 адам шақырған адамнан каждыйынан примерно ақша аласыздар. Вот сондай рефка боттар, керемет возможность. И одан кейін биткоин боттар, то есть задание орындайсыз, немесе бонус басасыз, и сол үшін биткоинмен сіздерге төлейді, и сіз биткоинмен шығарып аласыздар. Биткоинмен шығару үшін өте қарапайым, там Trust Wallet кошелькті жазып аласыздар да, и шығарып аласыздар. Так, и, кстати, болашақта мен общий криптовалюта жайлы видеолар түсіретін боламын, то есть криптовалютаны сатып алу, криптовалютаны биржаға лақтыру, биржадан сатып алу, там, короче, Binance, биржа, анау көптеген темалар болады. Айтқанда криптовалюта для новичков деген секілді бір ой туындап жатыр, сондай бір контент жасайын деп. Так что, достар, осындай қысқаша ақпарат. Енді ботқа келетін болсақ, қандай боттар маған ақша шығарған жоқ? То есть, қазір сіздерге көрсетейін. Ақша шығармаған боттардың бірі бұл Excellent бот деген осындай бот, короче, ботта, реально бот болып тұр. Вроде бәрі нормально, мысалы доллар, рубль, еще мен нормально сумма жиналып қалған еді менде. Мысалы кошелекке кірсек, мынау жерде менде 253 рубль жиналған. Бұны былай айтқанда анда-санда заданиясын орындап тұрдым, немесе там адамдар тіркеліп бастады, вот сол арқылы біраз сумма жиналды. И одан кейін не қызық болды? Вывести басамыз, то есть минимальный вывод неяқта рубльмен 200 рубль, минимальный 200 рубль вывод. Менде 253. Былай айтқанда бәрі нормально. Мысалы, вывести басамыз, неяқта шығады, выберите валюту дейді, там рубльмен таңдаймыз. И потом шығады, типа, чтобы вывести средства, вам нужно отправить менеджеру, дейді. Хреновый менеджер, походу, сумма, которую вы хотите вывести, дейді, скрин раздела. Даже көріп тұрсыздар, оны жазылып тұр ғой, мысалы, біріншісі сумма, который деп тұр, и астыға түссеңіздер, екіншісінде скрин қосылып тұр, то есть екіге қосылып тұр, но скрин деген. Көріп тұрған шығарсыздар, вот осының өзі некорректно жазылып тұр. Астыңға төртіншісі, үшіншісі кішкене ашық тұр, төртіншісі тоже жабыспаған. Уже как-то уже что-то не то, уже көрдіңіздер ғой. И потом ссылканы менеджерім берді. Кіреміз ссылкамен, қараймыз, удаленный аккаунт. Вот тупой бот десек те болады. Осыған мен мәз болып отырмын, может, осы ақшаны шығарып сіздерге көрсетемін, что реально ақша төлейді десем, оказывается, фигушки, міне
мен просто жазып көрдім бағана, примерно сағат 4:30 жазып көргем, мүлдем оққан жоқ та, ештеңке болған жоқ. Короче, бұл реальный өтірікші бот. Осындай мен 2 бот табылды, екеуінде мен видеолардың астынан алып тастадым, осы 2 боттың ссылкасын. Так что сіздерге ешқандай не керек жоқ, сіздерге мен тек қана төлейтін боттар қойып қойдым. То есть бұған дейін мен білмедім, себебі мен интернеттен қараған кезде бұл боттар төлейтін болған. То есть бұл боттардың мен шығарған суммаларын көрген, бірақ бұндай боттар оказывается уақытша ғана істейді екен. Бұны қайдан білсе болады, достар. Бұндай мен бір қалай айтсам екен, бір лайфхак көрдім. Міне любой ботқа кірген кезде вывести басасыздар ғой. Вывести басқан кезде осылай шықса, егер мысалы, чтобы вывести средства, вам нужно отправить менеджер. Вот осы жерде менеджер деген кезде бұл ботқа жоламай қойыңыздар. Значит, бұл лохотрон, то есть лохотрон емес, ақша шығару мүмкін басында. Сіздер бірінші болып кіріп кеттіңіздер, и адамдар шақырып үлгердіңіздер, определенный адамдар, сізде бір сумма жиналды, может быть басында шығару мүмкін, чтобы сразу андай не бар ғой, фишка бар ғой, типа басында бір 10 шақты адамға шығарады, и олар реально шығарады деп достарына айтады, и потом уже арай кетеді, и арай шығармайды уже. Вот бұл жерде сондай схема болып тұр. То есть сіздің сізге ақша беруді какой-то бір менеджер шешеді деп тұр да жерде. Бұл өте дұрыс емес. Сол себепті Excellent бот бұл лохотронный бот. Мен өзім жеке айтамын. И бұл бот мен өкінішке орай бұған дейін қалай айтсам екен, каналымда шығарып қойғам, и YouTube-қа шығарып қойдым, бірақ осы қалай айтсам екен, осыған дейін тексеріп ақша шығармағандықтан мен бүкіл бәрін ссылкасын алып тастадым осы боттың. Так что уайымдамаңыздар, бұл боттың ссылкасын мен бәрін алып тастадым, тазалап қойдым сіздерге. Так, бұл бірінші бот, который реально ақша төлемеген. Қазір сіздерге екінші ботты көрсетейін. Өкінішке орай екінші ботты тоже удалить деп тастадым. Только оның сообщениесі ғана тұр. Міне екінші ботта қателеспесем мына жерде скриншотта болу керек. Міне IP Corp деген бот тоже. Бұл тоже мен көрдіңіздер ғой, лайфхак. Жоқ, лайфхак емес, мына көрмейді екен мына жерде, да. Мына жерде вывести басқан кезде мен просто скриншотынан қазір баса алмаймын, міне скриншот мына жерде вывести басқан кезде тоже баналай шықты. То есть отправьте скрин менеджеру, мынау уже все. Екі бот менеджерге отправить ет деді, екі ботта ақша төлемейтін болып шықты. Так что мен осы екі ботты сразу өзім каналдарымның ссылкасын алып тастадым, и Зеқұлмет Money каналынан тоже алып тастадым. Так что бұл жағын уайымдамаңыздар. Мен көрдіңіздер, удаленный аккаунт, менеджер типа удалил аккаунт, хрен пойми, короче, бәрі лажа. Но сіздерге мен екі бот қостым, қазір екі ботты қысқаша көрсете салайын. Бағана Зеқұлмет Money каналында шыққан боттың бірі бұл Monkey деген. Біраз ақпараттар жинадым, вроде нормально. Плюс топ рефеводов деген тоже адамдар қосып жатқан нелер. Уже как-то не доверие туғызады. Одан кейін мысалы вывести басамыз ғой, қараңыздар. Міне сразу осылай шығу керек, киви деп шығу керек. Все, ешқандай менеджер, ешқандай біреуге жіберу деген мүлдем болмау керек, достар. Вот сіздер егер көрсеңіздер какой-то бір ботты, там чтобы вывести, отправьте менеджеру, лучше жоламай қойыңыздар, достар. Может быть, сіздер бірінші кіріп, там какой-то бір адамдар шақырып үлгерсеңіздер, онда шығару мүмкін сіздерге, бірақ лучше жоламаңыздар, достар. Айтқанда өздеріңіздің достарыңыз тек қана сапалы боттар бергендеріңіз жөн болады. Міне вывести киви, все без проблем, значит, бот уже ақша шығарады, және заработать басқан кезде мына жерде каналдарында тоже за подписку 0,03 рубль, 0,03 рубль уже нормально. Егер сіздер там за подписку 5 рубль, 20 рубль, там 100 рубль десеңіз, тоже жоламай қойыңыз. Ондай боттар фигушке сендерге ақша шығарады, достар. Реально ақша шығаратын боттар осындай копейка ғана береді, бірақ осындай копейка арқылы сіздер, мысалы, бір ботта мен алдыңғы видеоны көрсеткенмін, что мен 15 күнде примерно 15 рубль жинадым бір боттан. Егер сондай бір боттан сіздер 10 бот болса, 10 боттан 150 рубль, былай айтқанда, қалай айтсам екен, 150 рубльді 15 күнде жинайсыз, бір айда 300 рубль. 10 боттан бір аккаунттан 300 рубль. Егер сіз там достарыңызға айтып, там тағы 2-3 аккаунтпен жұмыс жасасаңыз, уже там 300, 600, 900 рубль нормально тапса болады. То есть айына кәдімгідей только боттар арқылы 5000 теңге тапсаңыздар болады.
әрине 5 мың теңгені сіздер там енді мороженое алып ондайға жүрмейтін шығарсыздар. Лучше 5 мың теңгені инвестицияға қарай жұмсағандарыңыз жөн. Брокерский счет ашып, егер жастарыңыз келсе 18-ден жоғары болса, егер жастарыңыз әлі келмесе, может быть бір инвестиционный бір проектлерге может салып, бірақ өкінішке орай ол жақта көп инвестициялық проектлерде там кем дегенде бір $50 сондай болады. Ну ничего страшного, сіздер сол 5 мың теңгені құртпай кәдімгі жинаңыздар. Может долларға айырбастаңыз, немесе басқа нәрсе істеңіз, бірақ либо Алим трейдке салыңыз, білмеймін, бірақ ол жақта тоже риск бар әрине. Короче, осындай достар. Бұл бірінші бот, Monkey дегеніміз, екінші ботты көрсетейін. Міне екінші бот бізде Triumph деп аталады. Тоже нормальный бот, тоже за рефералдары бар, тоже заработает басқан кезде. Міне тоже за канал 0,2 рубль, как раз нормально. Даже сіздерге бір заданияны орындай салайын сіздердің алдарыңызға. Кейбір адамдар Telegram ботта заданияны қалай орындайды деп маған қойып жатыр. Әрине бұл өте өкінішті. Сіздер обычный Telegramмен қолдана білмесеңіздер, онда ақша табуға сіздерге әлі ерте достар. Себебі болашақта мен ақша табатын қиын нелерді беремін. То есть американский сайттармен қазір оларды ақырындап зерттеп бастадым, чтобы сіздер доходты көбірек алатындай, там доллармен алатындай. И сондай бір қазір схемаларды тауып жатырмын. Сол себепті сіздер просто так Telegram боттан ақша табуды білмесеңіздер, онда әлі сіздерге өте ерте достар. Так, бірінші сіздерге жай көрсетейін. Міне подписаться на канал 0,25 копейка береді. Міне задание закончились дейді. Ну ладно, давайте басқасын көрейік. Перейти в бот дейді. Нам босын басайық. Так, мне перейдите в бота, затем перешлите любое сообщение от него и получите вознаграждение. Өте қарапайым, просто асықпай оқысаңыздар бәрі түсінікті, қатты қиындау жоқ. Мне запрещено блокировать ботов, иначе вы можете оштрафованы. То есть перешлите любое сообщение от бота. Мне перейти к боту басамыз. Мне бот есі шығып тұр, осы боттан любой сообщение жібереміз. Мысалы, қазір баланс дегенді басайық. Осы шыққанда үстен басамыз и отправить басамыз, и осы жерден бізді қазір Triumph'ке кіреміз, Triumph'қа жібереміз, и все, вам начислено 20 копеек, все, 2 секунд кетті, 20 копейка түсті, все, без қандай проблема жоқ. Міне достар, осылай боттарды тексердік. Егер сізге бұл видео пайдалы болса, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып отырыңыздар. Болашақта әрине кішкене уже серьезный лау проектлерге мен зерттеп сіздерге бере бастаймын. Telegram бот, енді қалай айтсам екен, Telegram бот көбінесе школьниктер арналған, кішкентай балаларға арналған. В принципе, осылай. Егер видео ұнаса, лайктарыңызды басып, комментарияға сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Және менің Telegram каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдыңғы уақытта бізде YouTube'та 5000 оқырман болған кезде сіздерге 5000 теңге тарататын боламын. Және Telegram каналымда The Құлымбет блог каналында 500 оқырман болған кезде тоже 5000 теңге тарататын боламын. Сонымен достар, келесі жүзгенше сау сәлеметте болайық. Келесі, давайте келесі. Егер видео ұнаса, комментарийдің астына сұрақтарыңызды қойып, видеома лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сіздерден болған Зе Құлымбет.